ақпараттық технологиялар кафедрасы ақпараттық жүйелер деген мамандықтың студенттерін дайындаймыз. Ол мамандықтың қазіргі кездегі маңызы өте зор. Бұрынғыдай емес, қазіргі пандемияның кезінде ақпараттық жүйелердің, ақпараттық технологиялардың бұл өмірдегі маңызы өте зор екенін пандемия айқын дәлелдеп берді. Соның ішінде ақпараттық жүйелердің бір үлесі өсті деп айтсам болады. Себебі неліктен? Себебі әрбір адам программа жаза аламын деп мақтан алады. Мен веб-сайт құрастыра аламын деп мақтан алады. Бірақ та ол веб-сайтты құрастыру үшін, я болмаса программаны өңдеу үшін ең алдыменен ақпараттық жүйелер маманы айтады. Басы неде болады, ортасында не болады, нәтижесінде не шығатыны, соның барлығын ақпараттық жүйелер мамандығының адамдары айтып бере алады. Сонымен қатар тәуелсіз агенттіктің тексеру нәтижесі бойынша біздің ақпараттық жүйелер мамандығы 7 жылға аккредитациядан өтті. Аккредитациядан өткен кезде біздің программаның ішіндегі бүкіл сабақтардың, бүкіл пәндердің құрылымын, ішкі мазмұнын барлығын тексеріп, соның арқасында біз 7 жылға аккредитациядан өттік. Бұл өте үлкен жетістік. Себебі әрбір университет ондай жетістікті көрсете бере алмайды. Ал Туран университетінің бір керемет, бір өзгешелігі, біздер тек қана IT болуды дайындамаймыз. Біз сонымен қатар кәсіпкерлік дағдыларды да үйретеміз. Мәселен, сіз оқуға келіп, 4 жылдың ішінде бір нәрсе ашам десеңіз, сол бизнес инкубатор арқылы ашып, соны көрсете аласыз. Және 4-ші жылда диплом алатын кезде, сонымен қатар осындай бизнестің бастамасын, оның табысын, оның тәжірибесін өзіңізбен бірге үлкен өмірге алып кетуіңізге болады.